Өлгім тіпті келмейді, қанша қорлық көрсем де, өжет жаным өлмейді, өлді деп мені көнсем де. Қазақ әдебиетінің көрнекті өкілі, ақын, жазушы, аудармашы, қоғам қайраткері Мариям Хакімжанова. Бүгінгі шығарылым оның өмірі мен шығармашылығы туралы. 1906 жылы 15 қарашада Қостанай облысы, Қостанай ауданы Қобыланды ауылында дүниеге келген. 1931-1932 жылдары Абай атындағы Қазақ педагогикалық институтында жұмысшылар факультетінде оқыды. Мариям Хакімжанованың өлеңдері орыс, өзбек, қытай, белорус, армян тілдеріне және тағы да басқа тілдерге аударылған. 1934 жылы Мәскеуде өткен бірінші бүкілодақтық жазушылар съезінде Мариям Хакімжанова КСРО жазушылар одағының билетін Максим Горкийдің өз қолынан алған. 1945 жылы жарық көрген Мәншүк поэмасы теледидарға жол тартқан телесценарийге негіз болған. 1959 жылы Бөбегім менің тірегім атты балаларға арналған суретті кітапшасы жарық көрді. Қостанай қаласындағы Мариям Хакімжанова атындағы номері 20 мектепте жыл сайын ақынды еске алу мақсатында байқаулар өткізіледі. Заманына сөзін, халқына сезімін арнаған Мариям Хакімжанова ұлттық рухты ұрпаққа жырмен арнаған ақын. Оның өмірі тарих, оның есімі жүректе.